Сәлем, тәуелсіздігімізге енді 25 жыл болды. Әлбетте, қуанарлық жағдайлар да баршылық. Бірақ мемлекеттік тіліміздің мәселесіне келсек, ол бір асқынып бара жатқан ауруға айналғандай болып тұр. Ойланып көрейік. Мысалы, осы Астанада көшеге шықсақ, өз тілімізде сөйлеген адам өте аз. Бәрі көңілмен басқа тілге берілген. Тіпті қарияларымыздың өздері жастарға жол көрсеткендей, өз немерелерімен тек басқаша шәукілдесуде. Өзім бірнеше тілді меңгеріп, еркін қолданамын. Шет елдерде жергілікті тілдерін білгеннен, солардың тек пайдасын ғана көрдім. Жат халықтарға ешқандай ренжіш дауым жоқ. Айтарым тек өз қара көздеріміз туралы. Арамызда ашық немесе жасырын ерегіскендер күннен сайын көп болып келеді. Олардың сөздері мынадай: да, я казах, казашка, но я не знаю казахский язык, и что? И зачем мне это? Какой с этого толк? Ведь нет учебников и методики. Мы-ж ұлттық намысымыз қайда? Неге өзіміздің ғажап тілімізді құрметтемейміз? Неге өзіміздің бастап кейіндерге қалдырмай жанұямызға және айналамызға ата-бабаларымыздың рухани мирасын уағыздамаймыз? Заманы келді. Айтарым осы, құрметті ағайын.